2008 жылы қабылданған салық кодексі 9 жыл ішінде 16 рет өзгертіліп, 3 рет қайта жазылыпты. Әділет министрлігі заңнама институтының статистикалық талдау деректеріне сүйенсек, 2009 жылдан бастап салық кодексіне заңмен 130 өзгеріс пен толықтырулар енгізілген екен. В последнее время увеличилось количество налогоплательщиков, обратившихся за консультацией по вопросу определения имущественного дохода. Соңғы уақыттарда мүлік салығына қатысты азаматтар арасында түсініспеушіліктер көп туындауда. Әсіресе үй салығы мен көлік салығына қатысты сұрақтар мен бізге келетіндердің қарасы көбейді. Мүлікті мұра ретінде иеленгендер мен біздің елдің азаматы емес, алайда пәтерлері бар тұрғындардың арасында түсініспеушіліктер көп туындауда. Егерде сіз пәтер сатып алып, оны бір жыл ішінде қымбат бағаға қайта сатсаңыз, көрген пайдаңыз үшін мемлекетке салық төлейсіз. Себебі мүлікті бір жыл ішінде сатып алып, оны қымбат бағаға қайта сатқанда, Қазақстан Республикасының 180-ші бабына сәйкес бағасының өсуіне байланысты мүліктен белгілі бір табыс түседі. Осыған сәйкес мүлікті сатудан пайда тапқан адам мемлекетке тапқан пайдасының 10% көлемінде салық төлеуі тиіс. Такая ситуация складывается, когда налогоплательщики квартиры покупают. Бұл жағдайда қарапайым тілмен түсіндірсек, егерде азамат 2017 жылдың желтоқсан айында 2 миллионға пәтер сатып алып, 2018 жылдың сәуір айында 5 миллионға сататын болса, онда меншік иесі сатып алу мен сату арасынан көрген 3 миллион қаржының 10%-ын мемлекетке салық ретінде төлеуге міндетті. Бұл заң көлікке де қатысты. Мұндай төлемді әр жылдың 31 наурызынан кешіктірмей 240-тан 00 декларациясы бойынша азаматтың өзі орындауы қажет. Қазақстан Республикасының аумағында өмір сүретін жеке тұлғалар меншік құқығын тіркеген күннен бастап 1 жыл толмаған тұрғын үйлер, саяжайлық құрылыстар, көлік жайлар және жер учаскелері мен ондағы үлестерін сататын болса ғана 180-ші бапқа сәйкес мүліктен пайда көрген уақытта ғана мемлекетке белгілі бір мөлшерде салық төлейтін болады. Мұндай төлемді әр жылдың 31 наурызынан кешіктірмей азаматтың өзі орындауы қажет. И в заключение хотелось бы обратить внимание, что низкая налоговая культура предпринимателей. Қорытындылап айтатын болсам, Қазақстан Республикасының конституциялық заңын толық білмеу, немесе ондағы өзгерістерден бейхабар болу құқық бұзушылыққа әкеп соғады. Әр азамат дәл осылай өзіне тиісті салықты төлеуден қашса, онда ол адамға белгілі бір мөлшерде айыппұл салынады. Тіптен әкімшілік жауапкершілікке тартуы әбден мүмкін.